Сәбә сүресі. Рахман, әрі аса рахымды Алланың атымен бастаймын. Бар мадақпен, шексіз шүкіршілік күллі аспан әлеміндегі, және жердегінің бәрі бір өзіне ғана тиесілі болған Аллаға тән. Сондай-ақ ақиретте де бар мадақпен шексіз шүкір бір өзіне ғана тән болмақ. Ол Хаким, әрі күмімен әрісі көптеген хикметтерге толы асқан даналық иесі, Хабир, бәрінен де лайықты түрде хабардар болушы. Ол жер қойнына не кіріп, одан не шығып жатқанын, көктен не түсіп, оған не көтеріліп жатқанын толық біледі. Ол Рахим, мүмін құлдарына ерекше мейірімді, Ғафур, құлдарының күнәлары қаншалықты үлкен болса да, өте кешірімді. Көпірлікте қасарысқан кәпірлер, басымызға қиямет қайым орнамайды дейді. Оларға жоқ. Ғайыпты, яғни сезім мүшелерімен сезілмейтін тылсым әлемді толық білетін Раббымның атымен ант етемін. Қиямет қайым бастарыңа сөзсіз орнайды. Мейлі жеті қат көкте, мейлі жерде болсын, шаң тозаңындай мысқалдай нәрсенің өзі, одан жасырынып, қалтарыста қала алмайды. Ол олма, әлгі мысқалдай нәрседен анағұрлым кіші, яки әлде қайда үлкен нәрсенің өзі, оның назарынан тыс қалмайды. Өйткені бәрі де ап-айқын, кітапта анық жазылған деп айт. Ілімі шексіз Алла бәрін біледі, һәм бәрін жазғызып сақтап қояды. Өйткені ол иман келтіріп, жібі түзу игілікті істер істейтін ізгі жандарды лайықты түрде марапаттап, сый-сияпатқа бөлейді. Міне осынау ізгі жандар үшін кең кешірім әрі сондай керім, мол берекелі, зиянсыз әрі түгесілмейтін ризық несібе бар. Ал аяттарымыздың ықпалын жойып, оларды түкке тұрғысыз ету үшін дамыл таппай жүргендерге келсек, оларды тозақта өте жеркенішті әрі жан төзгісіз азап күтуде. Өздеріне хақ ілім нәсіп болған жандар, Раббыңнан өзіңе түсірілген осынау кітаптың бастан аяқ хақ, әрі ақиқаттың нақ осы екенін анық көруде. Ол азиз, бәрінен үстем әрі ұлық, Хамид, бар мадақ пен шексіз шүкіршілікке лайық болған Алланың жолына бастайды. Соның өзінде күпірлікте қасарысқан бейбақтар өз араларында пайғамбарды мазақ етіп, сендерге парша-паршаларың шығып, іріп-шіріп жоқ болып кеткеннен кейін қайтадан жаратыласыңдар деп ғайыптан хабар беретін бір кісіні көрсетейік пе? Сонда ол ойынан шығарған өтірігін Аллаға теліп тұрма? Жоқ әлде оны жын ұрды ма? Түсінсек бұйырмасын десіп, мырс-мырс күлген еді. Жоқ, әсте олай емес. Анығында ақиретке сенбейтіндер тура жолдан алшақтап, мықтап адасуда, және сол себепті жан азабын тартуда. Олар алдарында да, арттарында да көк пен жердің тұрғанын, яғни өздерін жан-жақтан қоршап тұрғанын көрмей ме? Егер қаласақ, оларды жерге жұтқызамыз, немесе төбелеріне көктен кесек-кесек тастар жаудырамыз. Міне осының өзінде Аллаға бар ықыласымен бет бұрған әрбір пенде үшін ап-айқын ғибрат бар. Біз расында да Дәуітке өз тарапымыздан артықшылық бердік. Сөйттік те, уа таулар, онымен бірге Алланы, сен мінсізсің, кемшілік атаулыдан адасың, серігі жоқ жалғыз Құдайсың деп, өз тілдеріңмен ұлықтаңдар дедік. Құстарға да соны бұйырдық. Сондай-ақ ол үшін темірді жұмсарттық, яғни оны темірді қамырдай илеп, одан қажетті бұйымдар жасайтын шебер ұста қылдық. Сөйтіп оған адам тәнінің өмірлік маңызды жерлерін толық жауып тұратын мықты сауыттар жаса. Оларды тоқығанда өлшеміне әрі сапасына да аса мән бер. Сондай-ақ, уа Дәуіт әулеті, әрдайым өздеріңді һәм қоғамды түзетуге бағытталған игілікті істер істеңдер. Мен шүбәсіз сендердің не істеп не қойып жүргендеріңді анық көрудемін деп бұйырдық. Ал Сүлейменге күшті желді бағынышты еттік.
Ол таңертеңнен түске дейін бір айлық жолды есіп өтсе, кешке дейін дәл сондай бір айлық жолды есіп өтіп, кері қайтатын. Сүлеймен үшін балқыған мысты да қайнар көзінен сел қылып ағыздық. Сондай-ақ Раббысының рұқсатымен оның қол астында біраз жындар да жұмыс істейтін. Олардан кім-дегім оған бағынбай, әмірімізден сәл ғана қиғаш тартатын болса, оған жалындаған от азабын тарттыратын едік. Жындар оған қалаған нәрсесін жасап беретін, соның ішінде зәулім қамалдар мен сарайлар, керемет мүсіндер, көлемі қауыздай үлкен легендер және жерге қағылған қазықтай мызғымас алып қазандар жасайтын. Уа Дәуіт пайғамбардың әулеті, еңбек етіңдер, һәм сол арқылы маған шүкіршілік етіңдер. Құлдарымның арасында лайықты түрде шүкіршілік ететіндер неткен аз еді. Сүлейменді өлуге жазғанымызда, ауыр жұмысқа жегілген жындардың бірде-бірі оның дүниеден озғанын сезбестен жұмыстарын істей берді. Оның сүйеніп отырған асатаяғын жегі құрт ішінен үгіп тастағанда, асатаяқ морт сынып, Сүлеймен жерге жығылды. Жындар сонда ғана оның дүниеден озғанын білді. Міне сол кезде жындар ғайыпты білмейтіндіктерін анық аңғарды. Егер олар ғайыпты білсе, өздерін қор қылған мұншама азапты жұмысты істеп жүре бермес еді. Шүбәсіз, Сәбә халқы үшін өздері мекендеген жерде Алланың құдіретін көрсететін айқын дәлел әрі ап-айқын ғибрат бар болатын. Мекен жайларының оң қапталы мен сол қапталында көз жауын алатын ғаламат екі бау-бақша бар еді. Оларға Раббыларың нәсіп еткен ризық несібеден жеп ішіңдер, есесіне оған лайықты түрде шүкір етіңдер. Міне, сендерге қандай керемет мемлекет нәсіп болған, Раббыларың да өте кешірімді делінген еді. Алайда олар шүкір етуден бас тартып, бізден сырт айналды. Соның есесіне оларға жарылған бөгеттерден жойқын топан су жібердік те, олардың құлпырған қос бау-бақшасын ащы, әрі қышқыл, миуалы, жыңғылды, тікені көп, жемісі мардымсыз санаулы ғана ағаш өсетін екі бірдей жабайы бақшаға айналдырдық. Міне, шүкіршілік етудің орнына күпірлік қылғандар үшін оларды осылай жазаладық. Біз шүкіршілік етуді білмейтін күнәһарлардан өзгені жазаға тартып бедік, әрине тартпаймыз. Біз тек шектен шыққан күнәһарларды ғана жазалаймыз. Олардың елі мен өзіміз құт берекет артқан шаһарлар арасында бір-біріне жақын орналасқан, бірінен бірі мен мұндалап көрініп тұратын елді мекендер тұрғыздық. Сондай-ақ оларға сол кенттердің үстінен өтетін өз соқпағы бар жүйелі керуен жолын салдық. Сөйтіп оларға күндіз түні емін еркін, алаңсыз сапар шегіңдер дедік. Алайда олар осынау нығметтеріміздің қадірін білмегендіктен, уа Раббымыз, жолымыздың үстіндегі кенттердің керуен сарайлардың арасын алшақтатып, сапарларымызды ұзартқайсың деп асылық қылды. Һәм күнәға батып, өз-өздеріне кесір жасады. Нәтижеде оларды ұрпақтан ұрпаққа жететін өткен заманның ғибратты әңгімелеріне арқау еттік, әрі тарам-тарам қылып, шар тарапқа бостырып жібердік. Міне осының өзінде Аллаға құлшылық етіп, күнә атаулыдан сақтануда әрі басына түскен ауыртпалықтарға сабырлық танытатын және Алланың нығметтеріне үнемі шүкіршілік ететін ізгі жандар үшін бір талай ғибрат бар екені сөзсіз. Сәбә халқының осындай теріс іс-әрекеттерінің арқасында Іблістің оларға һәм жалпы адам баласына қатысты ойы мен тілеуі расталды. Сөйтіп, олардың араларындағы бір топ мүміннен басқасының бәрі Іблістің соңынан еріп кетті. Әсілі шайтанның оларды өз ырқына мәжбүрлеп көндіретіндей құдіреті жоқ. Алайда, біз кімнің ақиретке шынымен сенетінін және кімнің оған шек келтіретіндігін айқындап, оларды бір-бірінен айыру үшін әзәзіл шайтанға адамды әрқилы жолмен азғыруға мүмкіндік беріп, сол арқылы
адам баласын сынаймыз. Ендеше Раббың бәрін бақылауда, һәм ауыздан шыққан әр сөзді және істелген әр істі періштелеріне жаздыруда. Оларға Алланы бұлай қалдырып, Тәңір екен деп табынған пұттарыңа қанша жалбарынсаңдар да, өз еріктеріңде, олар бәрібір көкте де, жерде де, қандай да бір нәрсеге пайда немесе зиян келтіре алмайды, мысқалдай құдіретке де ие емес. Сондай-ақ көк пен жерді жаратуда, билеуде әрі меңгеріп тұруда олардың мысқалдай ортақтастығы да болған емес. Сондай-ақ Алла олардың ешбірін өзіне сүйеніш еткен демес. Алланың құзырында өзі рұқсат еткен адамынан басқасының шапағаты түк те пайда бермейді. Ақырында Алланың рұқсатымен шапағат еткендердің жүректері үрейден арылып, көңілдері жай тапқанда, олардан шапағат күткендер, Раббыларың не айтты? Шапағат етулеріңе рұқсат берді ме деп сұрайды. Сонда олар, әлбетте, ақиқатты айтты. Яғни тек ақиқат шеңберінде ғана шапағат етуімізге рұқсат етті деп жауап береді. Ол Әли, бәрінен асқақ, ең ұлы, Кәбир, бәрінен зор, бәрінен де жоғары. Оларға, сендерге көктен және жерден ризық несібелеріңді үзбей жеткізіп тұрған кім деп сұра. Сөйтіп өзің, әлбетте Алла деп жауап бер, әрі оларға, ендеше оған ғана иман келтіріп құлды құрған мына бізбен, оған өзгелерді серік етіп қосқан мына сендердің қайсымыз тура жолдамыз, немесе қайсымыз анық адасудамыз, өздерің айтыңдаршы де. Оларға, егер өздерің айтқандай бір Аллаға сыйыну күнә болса, онда сендер біз істеген қандай да бір күнә үшін жауапқа тартылмайсыңдар, сондай-ақ біз де сендердің істеп жүрген мұнандай істерің үшін жауапқа тартылмаймыз де. Оларға, Раббымыз қиямет күні бәрімізді бір жерге жинайды да, арамызда кесімді үкімін шығарып, ара жігімізді ажыратады. Ол Фәттах, пенделер арасында әділ үкім айтып, тура жолдағы мен адасқанның арасын ашушы, Алим, бәрін білуші деп айт. Сондай-ақ оларға, қане, Аллаға серік етіп қосқан құдайларыңды маған көрсетіңдерші. Араларында шынымен тәңір болуға лайық біреу бар мекен көрейін. Жоқ, ол әсте мүмкін емес. Ол азиз, бәрінен үстем, әрі өзіне ешкімді ортақ қылмайтын, ұлы, хаким, әрі үкімімен ісі даналыққа толы болған Алла деп айт. Уа Мұхаммед, біз сені күллі адамзатқа иман мен ізгі істердің қарымтасы, кешірім, мейірім, мол сияпат екенін сүйіншілеуші, әрі адасу, азғындық, қиянат секілді жаман істердің ақыры ауыр азап екенін ескертуші ретінде ғана жібердік. Алайда адамдардың көбі мұны һәм сенің қадір қасиетіңді білмейді. Олар мүміндерге, айтқандарың рас болса, бізді өздеріңше қорқытып уәде еткен қиямет қайымдарын қашан орнайды дейді. Оларға, сендердің әу бастан белгіленген межелі күндерің бар. Сендер ол күнді бір сәтке болсын кейінге шегере де, тездете де алмайсыңдар деп айт. Көпірлікте қасарысқандар, біз бұл Құранға да, оның алдындағы кітаптарға да әсте сенбейміз дейді. Сен ол залым кәпірлерді Раббыларының құзырына айдалып әкелінгендерінде бір-бірімен қағысып, айтысқанын көрсең ғой. Сонда дүниеден құр болып өткен кәпірлер, өздерін билеп төстегендерге, сендер болмағанда біз иман етер едік дейді. Ал әлжуаз елді билеп төстеген озбыр кәпірлер болса, дүниеде өздерінен әбден зәбір жапа көргендерге, өздеріңе тура жолдың нақ өзі келгеннен кейін біз сендерді сол жолдан күштеп қайтардық ба? Жоқ, әсілі өздерің күнәға белшеден батқан күнәқар едіңдер деп жауап береді. Әлжуаз кәпірлер, өздерін билеп төстеген озбырларға, жоқ олай емес, сендердің есіл дерттерің ақиқаттың жайылуына бөгет жасау үшін күндіз түні сан қилы қулық сұмдыққа бару еді. Сондай-ақ бізге қысым көрсетіп, Аллаға күпірлік қылуды,
және оған өзгелерді ортақтас етуді бұйыратын едіңдер дейді. Ақырында екі жақта өздерін күткен жан төзгісіз азапты көргендерінде іштей ақырып, қатты өкінеді. Біз дүниеден кәпір болып өткендердің мойындарына темір қамыт кигізіп мәңгі бақи тозақта ұстаймыз. Міне, бұл олардың дүниеде өз беттерімен істеген күнәләрінің қарым емей немене? Біз қай елге Алланың азабынан сақтандыратын ескертуші жіберсек те, сол елдегі байлықтың буына мас болған бай шонжарлары біз сендер әкелген мына жолдауға әсте сенбейміз деп, шіренгеннен басқаны білмеді. Олар ақиқат жаршыларына, біздің байлығымызда, бала шағамызда сендердікінен анағұрлым көп, сендерден әлде қайда күштіміз, сендер бізді өйтіп азаппен қорқытпай-ақ қойыңдар, біз азапқа әсте душар болмаймыз деп көкірек керді. Уа Мұхаммед, ондайларға расында Раббым ризық несібе дегенді құлдарының арасынан қалағанына үйіп төгіп береді, ал қалағанына аз әрі өлшеп береді. Алайда адамдардың көбі осынау ақиқатты білмейді деп айт. Олай болса, мал пұлдарың да, бала шағаларың да сендерді дәргейімізге жақындатпайды. Тек иман келтіріп, өздеріне һәм өзгелерге пайда келтіретін игілікті істер істеген жандар ғана бізге жақын болады. Міне, сондай ізгі жандар істеген игілікті істері үшін еселеп сауап алады, һәм жұмақтың зәулім сарайларында еш нәрседен қауіп қатер күтпей алаңсыз тұра береді. Ал аяттарымыздың ықпалын жойып, оларды түкке тұрғысыз ету үшін дамыл таппай жүргендерге келсек, ондайлар тұтылған бойда қайнаған азаптың қақ ортасына тасталады. Уа Мұхаммед, расында Раббым ризық несібе дегенді құлдарынан қалағанына үйіп төгіп береді де, қалағанына аз әрі өлшеп береді. Сендер игілік жолында не сарып етсеңдер де, Алла оның орнын толтырады. Ол ризық берушілердің ең қайырлысы деп айт. Ол күндердің күнінде мүшриктерді және олардың тәңір тұтқан құдайларын барлығын қарасат майданына жинайды. Содан кейін періштелерге мыналар сендерге сыйынатын беді деп сұрайды. Періштелер, сен ұлықсың, мінсізсің, мүшриктердің айтқанында емессің, сенің серігің де, ортағың да жоқ. Біздің иеміз де, қорғанымыз да бір өзіңсің. Біздің оларға еш қатысымыз жоқ. Жоқ, әсілі олар бізге емес, жындарға табынатын, әрі көбі соларға имандай сенетін деп жауап береді. Ендеше дәл бүгін біріңе бірің титтей пайда да, мысқалдай зиян да келтіре алмайсыңдар. Содан Алланың алдында кешірілмес күнәға батып, өз-өздеріне зұлымдық істегендерге, ал енді өздерің жоққа шығарып келген тозақ азабын татыңдар деп айтамыз. Мүшриктерге аяттарымыз ап-айқын дәлел ретінде оқылған кезде, олар бұл сендерді сонау ата-бабаларың сыйынып өткен құдайларыңнан бір жола бездіруді көксейтін адам басқа ешкім демес деді. Бұнымен қоймай, оның мына кітабы да жалған, Аллаға жабылған қып-қызыл жала, одан басқа түк демес деп айтты. Көпірліктің шырмауына түскендер өздеріне ақиқат хақ дін, хақ кітап келгенде, бұл нағыз сиқырдан, ашық көз бояушылықтан басқа түк демес дейді. Біз бұдан бұрын оларға зерделеп оқитын бірде-бір кітап берген емеспіз. Ендеше олар қалай ғана Құранға өздерінше баға беріп, бұл нағыз сиқыр деп айта алады. Сондай-ақ оларға өзіңнен бұрын бірде-бір ескертуші де жіберген емеспіз. Олай болса, саған өтірікшісің, сиқыршысың деп жала жабуға олардың қалай ғана дәті барады. Олардан бұрын өткен кәпір қауымдар да өздеріне келген ақиқатты жоққа шығарғантын. Ал мыналар біздің бұрынғыларға берген күш-қуат пен сән салтанаттың оннан біріне де жеткен емес. Соған қарамастан, әлгі күштілер азабымыздан құтыла алмады. Өздеріне жіберген елшілерімді
өтірікшісіңдер деп жалғанға шығарғанда, менің қаһарыма ұшырап, көздері жойылып тынды. Сөйтіп, менің жоққа шығаруымның қалай болатынын олар өз көздерімен көрді. Уа Мұхаммед, оларға: сендерге бар жоғы бір ғана насихат айтамын. Естеріңді жиыңдар, мейлі жұптасып, оңаша қалып, Алла үшін менмендікті, сыңар езулікті қойып шын көңілмен ақылға салып ойланыңдаршы. Жолдастарыңда жын ұрғандықтың табы да жоқ. Ол сендерді ауыр азапқа тап болмай тұрып ескерту үшін келген пайғамбар ғана деп айт. Әрі оларға: мен атқарған міндетім үшін сендерден ақы сұрамаймын. Осы түбінде бізден осыны сұрайдау деген дүниелерің өздеріңе. Менің ақымды Алланың өзі береді. Ол барлық нәрсеге толық куә де. Оларға: менің Раббым ақиқатты жіберіп, онымен жалғанның тасталқанын шығарады. Ол ғайып атаулыны, сезім мүшелерімен сезілмейтін тылсым дүниелерді, уақыт және мекенмен шектеулі заттық әлемнің ар жағындағының бәрін білуші де. Оларға: ақиқат келді де айналаға нұрлы шуағын төкті, ал жалғанның дәурені тайды, енді ол жаңадан еш нәрсе жасайды, өшкенді қайта жаңғырта да алмайды де. Сондай-ақ оларға: егер тура жолдан адасқан болсам, демек тек нәпсіме ергендіктен және өз зияныма адастым. Ал егер тура жолды тапқан болсам, онда Раббымның өзіме уахи еткен ақиқаттың арқасында таптым. Ол бәрінде естуші, құлдарына сондай жақын деп айт. Оларды өлім аузында, яки қайта тірілтіліп, қабірлерінен шығарылғанда, зәре-құты қалмаған кезде көрсең ғой, бірақ олар үшін енді қашып құтылатын жер жоқ. Өйткені олар өте жақын тұстан, яғни өздеріне күре тамырларынан да жақын болған Алла тарапынан тұтылды. Сонда олар: біз оған, Құранға сендік дейді. Алайда оларға ақирет сынды соншама алыс жерден дүниеде қалған иманға қол жеткізу қайда? Анығында, олар оны кезінде дүниеде жоққа шығарған еді. Һәм алыс жерден, дүниеде тұрып, ғайыпқа, ақиретке тас атып, тіл тигізумен болған еді. Ал енді, бұдан бұрын өткен өздерімен бір сенімде болғандарға істелгеніндей, олармен дүниеде жүргендерінде жан тәндермен қалаған нәрселер арасында өткел бермес бөгет қойылды. Өйткені олар дүниеде ақиретке қатысты өте күшті шүбә күдіктің, яғни өзгелерді де күмәнға қалдыратын және өздеріне де маза бермейтін алапат шүбә күдіктің шырмауына түскен болатын.